Қарағанды облысы тұрғындарын бір түнде өңірдің оңтүстік шығысына түскен ақ қар аң-таң қалдырды. Дегенмен синоптиктер мұны қар емес, қалың жауған бұршақ деп отыр. Актогайский район, 10 августа 22 года. Смотрите. Зима. Жасыл желекпен егістік алқабы аз уақыттың ішінде ақ көрпе жамылғандай болды. Бұл ғажайыпты таспаға түсіруге асыққан жұрт тамызда қыс келді ма деген. Бір қызығы, сол жердегі бірнеше метеостанция жауын шашынды болжамапты. Сондықтан бұршақ жөніндегі нақты мәліметтерді синоптиктер айта алмады. Ал аққа оранған жерден алыс емес, Балқаш пен Саяқ ауылдарында күнде күркіремеген. Жалпы Ақтоғай ауданында ауа райының күрт құбылуы жиі кездеседі. Тұрғындар жауын шашынды қар деп жүр, бірақ ол қар емес, бұршақ. Ақтоғай ауданы қайталанған суық фронттың астында қалды. Оның үстіне таулы аймақтарда мұндай құбылыс жиі болып тұрады.